Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен красный бархат пирогын дайындайтын боламыз. Начинкасы творогпен болады. Өте дәмді, сондай нәзік болады. Үй ішіңізбен сүйіп жейтін пирог болады. Видеоны аяғына дейін қарап, осы пирогты міндетті түрде дайындап көруіңіз керек. Дәл осы рецепт мастер-класстарда сатылып жүрген рецепт сіздерге тегін ұсынғалы отырмын. Ал енді пирогымызды дайындауға кірісетін боламыз. Шұңғыл ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстіне қант, какао, разрыхителімізді салып, бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, крошка дайындап алатын боламыз. Майымызды жақсылап езіп, осылай ұнымызға малып аламыз. Майымыз түйір-түйір болып қалмау керек. Жақсылап крошкамызды дайындап алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай жақсы крошкаларыңыз дайын болу керек. Дайын болған крошкаларымызға енді краскамызды қосатын боламыз. Мен осындай сұйық краскадан қолдандым. Ал егер сіздерде бұндай сұйық краска болмайтын болса, құрғақ краскалардан пайдалансаңыздар болады. Ол үшін біз 5-6 қасық жылы суымызды алып, 2 шай қасық краскамызды қосып, араластырып алатын боламыз. Суларыңыз міндетті түрде жылы болу керек. Осылай суымызға красканы араластырып алып, қамырымызға құятын боламыз. Енді қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Егер де осылай қамырларыңыз кішкене бірікпей жатса, суы аздау болып қалуы мүмкін. Тағы 1-2 қасық су қосып жіберіп, қамырларыңызды илеп алсаңыздар болады. Енді мен ыдыстан қамырымды алып, осылай дастарханға қойып, осылай алып қамырымды илеп аламын. Сіздерде осылай қылып илесеңіздер болады, немесе сол ыдыстарыңызды ғана илеп алсаңыздар болады. Міне менің қамырым дайын болды. Осында песочный тесто болып шығады. Енді қамырымыздың шетінен осылай азғантай кесіп алып, бұны мешокқа салып орап, морозильникке қатыруға алып қоятын боламыз. Қалған үлкен тестамызды холодильникке салып қоямыз демалдыруға. Бірнеше сағаттардан кейін тестамызды алып, осылай формаға келтіріп алатын боламыз. Начинкасын дайындамай тұрғанда бірінші формамызға осылайна тестасын келтіріп алатын боламыз. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай қолдың творогы керек болады. Немесе магазиннен алып та қолдана берсеңіздер болады. Осы творогтың үстіне қантымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз, және де кукурузный крахмалымыздан азғантай осылай себелеп жібереміз. Сгущенкамыздың 2 қасық қолданамыз. Миксерден осылай өткіземіз. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Дәл видеодағыдай кішкене сұйықтықта болған кезінде начинкамыз дайын болады. Егер сіздерде блендер болса, блендермен де езіп алуларыңызға болады. Енді осыны дайын болған формамыздың үстіне құйып аламыз. Және осылай қасықпен дұрыстап аламыз, тегіс қылып. Үстіне жаңағы морозильникке салынған тестамызды теркадан осылай өткіземіз. Ортасына үйіліп қалған тестамызды шет-шет жақтарына әдемілеп түсіріп аламыз. Шеттерін осылай ішіндегі начинкаға бірдей қылып келтіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды қызып тұрған духовкаға жіберетін боламыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суығаннан кейін барып кессеңіздер болады. Видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий басуды ұмытпаймыз.